құрметті оқушылар, сіздермен бүгін тағы да YouTube арнасында математикада ұбт кезінде немесе емтихан кезінде қолданылатын лайфхактар туралы біздің видеомыздың 3-ші бөлімі. Сіздермен бүгін тағы да математикалық есептерді қандай лайфхактарды қолдану керек екенін үйренетін боламыз. Ендеше бірінші есептен бастайық. Сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай, бізге осындай тригонометриялық есептер берілген. Жақындатып қарасақ, осындай есеп келсе қалай шығаруға болады? Біріншіден, бізге мына берілген варианттарды орнына қойып көру керек болады. Мына синустың орнына қойып көрейік. Мысалы, бірінші А вариантында синустың орнына минус пи бөлінген 6-ны қоятын болсақ, ол бізде минус 2-ден 1-ге тең. Және де минус 2-ден 1 үлкен немесе тең, минус 2-ден 1 деген теңдік, ол бізде орындалады. Енді екінші синустың орнына пи бөлінген 2-ні қоятын болсақ, ол бізде 1-ді береді. Және 1 үлкен немесе тең минус 1 бөлінген 2-ден дейтін болсақ, бұл да осы вариантқа тең болады. Мінекей, бізде уже бірінші А вариантынан ақ дұрыс жауабы табылды. Қалған варианттарды да тексеріп көруге болады, бірақ уақытқа қарай бізге тезірек шығару керек болады есептерді. Сол себептен бірінші жауап бізде дұрыс болады. Енді келесі есепке көше берейік. Так, бізде тағы да тригонометриялық есеп. Жақындатып қарайтын болсақ, көріп тұрғандарыңыздай, біз бұндай есептерді қандай лайфхак қолданамыз? Бірінші варианттағы берілгендерді біз орнына қойып көру арқылы қолданатын боламыз. Мысалы, мына жердегі пи бөлінген 2-мен мына пиді орнына қояйық. Пи бөлінген 2-де синус, пи бөлінген 2-де 90 градуста 1-ге тең, плюс косинус пида минус 1-ге тең. Сонда ол бізде 0-ге тең болады. Яғни дұрыс емес. Одан кейін пика дегеніміз оның алдында 0 бар деген сөз. Содан кейін пи бөлінген 2. Яғни синус 0 градуста 0-ге тең, плюс косинус пика 90 градуста тоже 0-ге тең, тағы да 0-ге тең, бұл тоже жарамайды. Негізі осылай варианттарды орнына қойып көру арқылы шығаруға болады. Бірақ мен сіздерге басқаша тәсілін көрсетейін. Бұл варианттарды егерде қою ыңғайсыз болса, сізге егерде андай тригонометриялық өлшемдерін білмейтін болсаңыз, онда былай істейміз. Бірінші жүйе болғандықтан бір-бірінен азайтамыз. Синус квадрат x минус косинус квадрат x тең минус 1-ге. Мынау косинус y-тар қысқарып кетеді. Яғни синус квадрат x минус косинус квадрат x дегеніміз ол минус косинус 2x-ға тең. Тең болады минус 1-ге. Мына минусты арғы жаққа қарай өткізіп жібереміз. Косинус 2x тең 1-ге. Косинус қандай неде 1-ге тең болады? Соған байланысты. Яғни косинус 0 градуста бізде 1-ге тең болады. Яғни 2x тең 0 плюс 2 пика. X тең болады. Көбейтіліп тұрған 2 арғы жаққа қарай бөлініп барады. Ол кезде 2 мен 2 қысқарып кетеді, пика қалады. Міне, бізде x табылды. X пикаға тең болатын, ол қазір данный момент бізде D варианты болып тұр. Енді осының y-ін қалай табамыз? Біз қазір x-ті таптық қой. Қазір біз y-ті табу үшін екеуін қосатын боламыз. Синус квадрат x плюс косинус квадрат x плюс 2 косинус y тең минус 1-ге. На екеуі бізде синус квадрат x пен косинус квадрат x-тің қосындысы 1-ге тең. Сол себептен оны 1 деп жазамыз. Яғни 1 плюс 2 косинус y тең минус 1-ге.
бірді арғы жаққа қарай минус 1 қылып жіберетін болсақ, 2 косинус y тең минус 2-ге тең болады. Мына көбейтіліп тұрған 2-ні бөліп жібереміз. Косинус y ол бізде тең болады минус 1-ге. Ал косинус бізде қандай жағдайда минус 1-ге тең болады? Пиға тең болған кезде плюс 2 пика. Вот, көрдіңіздер ғой, D вариантында бізде пика плюс 2 пм. Пика пм деп әртүрлі жазуға болады. Сол себептен бізде дұрыс варианты D деп айта аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай оқушылар, есептерді осылай тез арада тез шығарып тастауға болады. Ыңғайлы да қолайлы лайфхактарды қолдану арқылы. Сол себептен осындай лайфхактардың 4-ші бөлімін күтіңіздер. Жақын арада шығатын болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.